Бұған дейін жер бетін мекендеген барлық адамның 93% өлген. Әрбір тірі адамға енді өмір сүрмейтін 15 адамнан тиесілі. Жер шары қауіпті, бірақ ең қауіпті деп қай жерді айта аламыз? Көптеген біртүрлі оқиғаларды санамағанда, ғаламшарымыздың ең қауіпті жері қайда? Алдымен температурадан бастайық. Экстремалды суық немесе экстремалды ыстық жерлер бірнеше сағат ішінде өлтіруге қауқарлы. Киімсіз, айтарлықтай салқын аймақта адам денесі өмір сүруге ыңғайлы температураны ұстап тұруға көп күш жұмсайды. Егер бір адамды киімсіз шкала бойынша 0 градус болатын аймаққа кіргізсеңіз, онда ол 20 минут ішінде дене температурасының тым төмендігінен қайтыс болады. Біз жылуға мұқтажбыз, бірақ мұқтаждығымыз одан да көп басқа нәрсе бар. Ол оттегі. Бұл бізді Эверест тауының шыңына ауыстырады. Теңіз деңгейімен салыстырғанда Эверест шыңындағы оттегінің 3-тен 1 бөлігі ғана тыныс алуға жарамды. Альпинистер бірнеше ай дайындық арқасында ол жерге қысқа уақытқа бейімделе алады. Ал егер дәл қазір сізді отырған жеріңізден шың басына ауыстырып жіберсе, онда сіз оттегінің жетіспеуінен бар болғаны 2-3 минут ішінде өліп кетесіз. Ал егер Мариан шұңғымасының түбінде болсаңыз, өлім одан да тез келеді. Сіз 11 километр су түбінде боласыз. Ол дегеніміз денеңіздің әрбір 1 квадрат сантиметріне 4000 килограммға жуық қысым түседі деген сөз. Күнделікті жүзіп жүрген тереңдікте әрқашан дем сақтай аласыз. Бірақ ондай тереңдікте қысымның көптігі соншалықты өкпеңіз лезде жарылып кетеді. Оттегісіз миыңыз 15 секунд ішінде жұмысын тоқтатады, ал 90 секундтан кейін қайтыс боласыз. Бұл видеода қауіпті жерлердің тек кейбіреуін айтып өттік. Алдағы уақытта екінші бөлімін шығаратын боламыз. Сіздермен бірге болған Фараби және естеріңізде болсын. Шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді. What up, Fiat? If you're committed enough, you can make any story work. I once convinced a woman that I was Kevin Costner, and it worked because I believed it.